Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala eşrefil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Әйелдерге шаш қысқартуға бола ма дейді. Әйел адамдардың ұзын шаштарын қидыруға бола ма деген мағынада. Шариғатта әйел баласының шашын қиюына рұқсат. Оның ешқандай күнәсі жоқ. Бұған байланысты хадис кітаптарында риуаяттар бар. Мысалы, Сахих Муслимде келтірілген бір хадисте Абдурахман ибн Ауфтың баласы табиғин әрі ғұлама Абу Сәләмәнің айтуы бойынша ардақты пайғамбарымыздың жұбайлары шаштарының ұзындығын кейде қысқартатын болған екен. Бұл дерек әйелдерге шаш қидыруға рұқсат екендігіне дәлел. Бұған байланысты имам Науауи де рахимахуллаху тағала осы хадистің шархында бұл хадис шашты қысқарту әйелдерге де рұқсат екеніне дәлел деген. Кім деген? Имам Науауи рахимахуллаху тағала. Алайда мына нәрсені ескерген жөн, шаш алу кезінде тым қатты қысқартып, еркектердің шашына ұқсатып қоймаған болуы тиіс. Әйелдің шашы өзіне жарасардай әйел затына тән ұзындықта қалғаны дұрыс, ал жалпы қысқартуға болады. Ал енді еркектердің шашына ұқсатып тым қысқа қылып алуда дінде құпталмайтын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде қиямет күнде Алла назар аудармайтын кісі үшеу деген, олар ата-ананы құрметтемейтіндер, еркекке ұқсауға тырысатын әйелдер және өз жарын қызғанбайтын еркектер деп айтады пайғамбарымыз. Сол себептен де шаш қысқартқан кезде, шаш үлгісін жасайтын кезде де еркек әйелдің шашына ұқсап кетпеу жағын, және де әйелдер еркектің шаш үлгісіне ұқсап кетпеу жағына мән бергені абзал. Бұны да қосымша біле жүргендеріңіз дұрыс деген ойдамыз. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.